Әуе қорғанысы күштері 1998 жылы 1 маусымда құрылған. Бұл Қазақстан қарулы күштеріндегі мобильді және техникалық жағынан озық жабдықталған құрылым. Қазақстанның әскери авиациясы әркез қарулы ұрыс қимылдарға әзір. Бір ұшқыштың әуеде өткізген уақыты орта есеппен 100 сағатқа тең. Еліміздің әскери әуе күштерінің қарамағында 400 әскери ұшақ, 80 транспортты ұшақ, 300-ден астам тікұшақ бар. Еліміздің зенитті зымыранды әскерлері Қазақстанның аспанын күзетуде. Мемлекетіміздің әуе қорғанысы күштерінде әйгілі Катюшадан да жетілдірілген зенитті зымыранды қондырғылар бар. Біздің радиотехникалық әскерлеріміз болса, қарсыластың әуе соққыларына тойтарыс беру мақсатындағы барлау жұмыстарын жүргізе алады. Және Қазақстанның әуе кеңістігінің қауіпсіздігін бақылайды. Еліміздің көк аспаны әрдайым қырағы қорғалады. Мықты армия, мықты Қазақстан.